енді мынау сіздердің сервисный акиматтарыңыз екен. Бұл жерде ремонт жүріп жатыр. Осы жайлы туралы біраз айтып кетсеңіз. Саламатсыз ба, Бауыржан Бақытжанұлы, дұрыс айтамын ғой? Мен Тәңірберген Нұрлан Ақболатұлы, мына Көксу ауданы отдел мониторингі бөлімінен бас маман болып жұмыс істеймін. Мына біздің неміздің сервисный акиматымыздың күрделі жұмыс жөніне байланысты, әрі сервисный акиматымыз дұрыс жұмысқа қосылған жоқ. Құдай бұйыртса, келесі аптаның дүйсенбісінен бастап жұмысты жүйелі түрде жұмысты атқарсақ деп отырмыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазіргі таңда мына жұмыспен қамту орталығы арқылы мүмкіндігі шектеулі бір Мұрат Мәулет деген азаматты жұмысқа алып отырмыз. Енді тағы да мына мекеменің ішіндегі жаңағы орналастырып отырмыз нелерін, жаңағы столдарын, орындықтарын. Құдай бұйыртса, жаңағы несін дүйсенбіге дейін тактильный плиткасын, звоноктарын жаңа көріңіздер, өздеріңіз тексергендей жұмыс істеп тұр. Әжетханасын, жаңағы знактарын бәрін орнатып қоямыз. Сіздерде бүгін осы райондағы әкімшілікте қанша мүгедектігі бар адамдар жұмыс істейді? Әкімшілікте біз әр 90 сайын жаңағы межведомственный комиссияға, рабочий группаға отчет беріп отырмыз. Мемлекеттік мекемелерге, жаңағы мектептерге, садиктерге жұмыс алып жатқандарына. Қазір толық айтсам, где-то бір 24 адам ба сондай жұмысқа алғанбыз. Биылғы жылы, 2021 жылға. Предложите новости для Де-факто ФМ по телефону 8 776 251 34 73.